Танымал ақын, белгілі журналист, жазушылар одағының мүшесі Нұрлыбек Қалауов 70 жаста. Бүгін кітапханада жастармен кездесу өткізіп, өнер зерттеушінің туындылары кеңінен таныстырылды. Өмір жолы мен шығармашылығы туралы кітап көрмесі жасақталды. Ол ақындықтан бөлек жетім қыз, бетперде сынды бір қатар пьесалардың авторы. Сондай-ақ айтыс өнерінің дамуына да үлес қосты. Қазақ айтысты қайтадан тірілтіп, соған жер-жерден жақсы айтыс ақындары пайда болуы керек болды. Сол кезде осы жүкті мықтап арқалаған азғантай ақтөбелік азаматтардың бірі біздің Нұрлыбек Қалауов. Сол өлеңмен бірге мынау пьеса жазумен айналысты. Бірнеше пьесалары қойылды. Осы Ақтөбеде қойылды, көршілес облыстардың сахналарында қойылды. Және Нұрекеңнің бір асқан жақсы қабілеті сол пьесаны жұрт жалықпайтын қылып, оның мән мағынасын жақсы береді. Анау Шығанақ туралы пьесасы сол республикалық халық театрлары сахналарында қойылған пьесалардың арасында кезінде бірінші орын алды.